Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемнің ең ірі мұражайлары, адамзаттың тарихи зердесінің қазынасы. Жаңа сабағымыздың жоспары әлемдегі ең ірі мұражайлар жайында және сол мұражайлардың қоғам дамуына әсерін қарастырамыз. Мұражай, музей, грек тілінен муза сарайы. Тарихи ғылыми дерек ретінде ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, тағы да басқа мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме. Мұражай алғашында бағалы бұйымдар мен заттар, мәдени жәдігерлерді сақтайтын қазыналық қор ретінде қалыптасты. Мұражайдың қалыптасуына көне замандағы коллекциялар негіз болды. Соның ішіндегі ең ірі мұражайдың бірі бұл әрине Лувр мұражайы. Лувр әлемдегі ең әйгілі және Европадағы тұңғыш мұражай. Ол тек қана тарихи ескерткіш ретінде ғана емес, сонымен қатар ең танымал музей ретінде де әйгілі. Мұражай Сенаның оң жақ жағалауында, Париждің орталығында орналасқан. Мұражай ғимараты ескі король сарайы. Бұл мұражайды әмбебап мұражай деп те атауға болады. Онда антикалық, ежелгі шығыс, батыс өнерінің коллекциялары жинақталған. Мұражайдың қоры алғашқы кезде 1 Франциск және 14 Людовик жинақтаған корольдік коллекциялар негізінде жиналған. Мұражай есігі көпшілік үшін бірінші рет 1793 жылы 10 тамызда революция кезінде ашылды. Музейде 350 мыңнан астам тарихи жәдігерлер сақталды. Бұл тарихи жәдігерлер 60 мың гектар аумаққа орналастырылған. Сарайдың құрылысы 8 ғасырға созылып, негізін 2 Филипп Август қалаған. Лувр сөзі француз тілінде мұнара, қамал деген мағыналарды білдірген. 17 ғасырда Лемерсе және Лево атты архитекторлар кең көлемде құрылыс жасап, 4 бұрыш алаңды салған. 1980 жылы Лувр музейі соңғы өзгеріске ұшырайды. Архитектор Йо Минг Пей Луврды қайта жобалап, үлкен әйнек пирамидалар салынды. Музейдің биіктігі 21 метр, ұзындығы 35 метрді құрайды. Бұл музейде әйгілі қыл қалам шеберлері Леонардо да Винчидің, Рембрандттың, Рубенстің, Жан Мануэль Веласкестің суреттері сақтаулы. Келесі бұл Эрмитаж. Ресейдегі ең ірі көркем сурет және тарихи мәдени мұражай. Әлемдегі ең көп көрілетін 10 музейдің бірі. Санкт-Петербург қаласында 1764 жылы Екатерина II-ның жеке қоры негізінде ұйымдастырылған. 1852 жылы Эрмитажды көпшіліктің көруіне рұқсат беріледі. 20 ғасырдың 20-30 жылдары мұражай қайта жинақталып, экспонат саны арта түсті. Эрмитажда алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі және ежелгі шығыс, көне, орта ғасыр өнері ескерткіштері молынан жинақталған. 19 ғасырға дейін мұражайға тек таңдаулылар келе алады. Эрмитаж көпшілік үшін 1 Николай император кезінде 1852 жылы арнайы салынған жаңа Эрмитаждың ғимараты ғана ашық болды. Мұнда ежелгі Скиф және солтүстік Қара теңіз жағалауынан табылған көне ескерткіштер аса құнды бағаланды. 1917 жылы революциядан кейін Эрмитаж елеулі өзгерістерге ие болды. Ол мемлекет қарамағына алынған коллекциялар мен көркем өнер академиясы жинағының есебінен
байытылды. 1941 жылдан орыс мәдениетінің тарихы бөлімі жұмыс істеді. Эрмитажда 3 миллиондай ескерткіш пен өнер шығармалары бар. Мұражай ғылыми және мәдени ағарту жұмыстарын жүргізеді. Реставрация шеберханасы, лекция залдары, рентген бөлмесі, кітапхана, фототека, тағы басқалар жұмыс жасайды. Эрмитаж ғимараты әйгілі архитектор ансамбль құрамын, яғни қысқы сарай толықтырады. 1939 жылдан бастап Эрмитажда Түркістандағы алып, тай, қазан сақталып келді. Ол 1989 жылы қайтарылып, Қожа Ахмет Яссауи мешітіне, кесенемізге қайтадан сол бұрынғы өз орнына қойылды. Келесі бұл Британ мұражайы. Әлемдегі ірі музейлердің бірі. Лондондағы Британ мұражайы. Мұнда көптеген мұражайлар, көрмелер, галереялар және басқа да мәдени нысандар шоғырланған. Мұражайдың негізі 1753 жылы қаланған. Британ музейінің кітапханасында 7 миллионнан астам кітап, 105 мыңдай қолжазба бар. Британ мұражайы Луврдан кейінгі әлемдегі екінші ірі экспонат. Жалпы ұзындығы 4 шақырымдық 94 галереядан тұрады. Мұражайдың коллекцияласында 13 миллион экспонат бар.